Швейцариялық билде біздің отандасымыз Ринат Атағалиұлы Жұмабаев ойнап жатыр. Шығармашылығымен танысайық. Е4, С5, Сицилиян қорғанысы АТФ3, Ж6, Д4, СД, ат Д4, АТФ6, АТС3, Д6, Сицилиян қорғанысы Dragon Variation немесе айдаһар варианты. F3, піл Ж7, піл И3, рокировка, вәзір Д2, ат С6, рокировка, ат Д4, піл Д4, піл И6. Патша Б1 өте маңызды жүрістердің бірі. Жалпы Сицилиян қорғанысындағы жиі қолданылатын жүріс. Бұл патшаны Б1-ге және патшаны H1-ге қоюға тырысу керек. Вәзір С7, H4 орталық тұрақты, сол себепті оң қанатта және сол қанатта емін-еркін шабуыл жасасаңыздар болады. Тура F8, H5, вәзір А5, жедік және А3. Әрине болашақта қарсылас деген тура С3 және піл H, піл А2 деген іс-әрекетті болдырмау үшін А3. Тура А8, вәзір Е3, піл F7 және піл F6. Неге бұны алды түсінбедім енді. Мынандай да мүмкіндік болды, ат Б5 деген, бірақ жарайды. Ринат Атағалиұлына ақыл үйретпей-ақ қояйық. Піл F6 және ат негізгі орталыққа барды. Жедік және вәзір С7. Бұл жерде түстері бөлек пілдердің күресі деп айтуға болады, және мына патшалардың әртүрлі жақта орналасқан патшалардың күресі. Вәзір Б3 мүмкіндік бар болса, қарсыласқа мынандай шабуыл жасау. Патша Ж7, F4 орталық тұрақты, сол себепті оң қанатта және сол қанатта емін-еркін шабуыл жасасаңыздар болады. Б5, Ж4 кеттік, осы патша қанатындағы іс-әрекет жалғастырамыз. Е6 тағы бір түсініксіз шешім. H6 деген мүмкіндік болды, бірақ E6. Жалпы мына түстері бөлек пілдердің арасындағы күресте үнемі айтатын нәрсе патшаға мат қоюға тырысу керек, немесе өтетін сарбазды ұйымдастыруға тырысу керек. D2 мынау енді артта қалған сарбаз болып қалды. Тағы да E5 мүлдем позицияны түсінбейді. Керстен Уве Капабланканың ережесіне сәйкес өзіңіздің піліңіз қара болатын болса, онда сарбаздарды ақ түске орналастыруға тырысу керек. Қара піл және қара сарбаздар. Мүлдем түсініп тұрмын. Ж5 былай және емін-еркін жеді. Піл Ж5 тағы да бір рет жеді, былай және тура Д5. Ел аман жұртнышта ақтардың осындай байланған өтетін сарбазы пайда болды. H6, D7 былай және E5, піл D3, E6, піл E7 және піл G6. Жағдай өте қиын. Керстен Уве мүлдем қорғана алмайды екен, патша G6 деген. Басқа да мүмкіндіктер болды бұлай жүруге, бірақ неге бұлай істеген түсініксіз. Патша G6, шах және E7, сонымен біздің әдемі өтетін сарбазымыз немнаны жейді. Тағы да бір сарбазымыз бар. Соған байланысты қарсылас жеңілді. Не айтуға болады? Біздің отандасымыз Ринат Атағалиұлы Жұмабаев өте жақсы ойнап жатыр және ұпайлары көп. Сол себепті біз оған тек қана сәттілік тілейміз.